Сәлем достар, бүгінгі дәрісте біз сіздермен Bootstrap жүйесі жайлы сөз етеміз. Bootstrap жүйесі дегеніміз библиотекалық жүйе болып саналады. Өзімізге қажетті ең көп қолданылатын ыңғайлы CSS-тардың жиынтығымен жасалған осындай библиотека болып саналады. Бұл библиотеканың көмегімен ешқандай CSS кодынсыз кодтарды қайта-қайта копировать етіп, вставить етіп отырудың орнына біздің сайтымызды оптимизацияға ұшырататын библиотека және де ең маңызды инструменттердің жиынтығы болып саналады. Жалпы Bootstrap жүйесінің қолданбас үшін ең бірінші қандай жағдайда қолданғанымыз жөн, сол жағын айтып кетейік. Мысалы, біздер программист болып жұмыс жасаған кезде белгілі бір сайт жасау, күрделі сайттарды жасау үшін өзіміздің уақытымызды тиімді пайдалануымыз қажет, және де memory, яғни память жағында ойластыруымыз керек. Неғұрлым сайтымыздың памяти, яғни жадысы көп болатын болса, соғұрлым біздің сайтымыз жай жұмыс жасайды, және де оптимизацияға ұшырамайды. Сондықтан осы жағдайда біздің кодымыздың ішінде көптеген белгілі бір кодтар қайта-қайта қайталанбауы керек. Ол қандай жағдайда болады? Мысалы, белгілі бір сайттың ішінде бірдей тексттік дифтар қайталанады, немесе баттындар бірдей дизайнмен орналасқан және әрбір жерде кездесетін болса, осындай жағдайда біздер Bootstrap жүйесін қолдану арқылы өзіміздің сайтымызды оптимизацияға ұшырата аламыз. Жалпы бұл Bootstrap'тың официальный сайты болып саналады. Сіздерге одан өзге орысша сайтын беріп кетемін описание бөлімінде. Егер де сіздер ағылшын тілін түсінбеймін, маған орысша ыңғайлырақ десеңіздер, соған өтіп, соны оқысаңыздар болады. Бірақ ол жерде бір айта кетерлік минус, көп сөздер өте түсініксіз әрі өте күрделендіріп жазылған. Сондықтан сіздер ол жерден көрі осы ағылшын сайты арқылы, официальный версиясы арқылы оқып танысаңыздар болады. Және де бұл жерде айта кетерлік тағы бір мәселе бар. Бұл жердегі кодтардың әрқайсысын жаттап керек емес, оны жай ғана осы документациясын оқу арқылы біздер үнемі Bootstrap'ты қолданып отырамыз. Документациясынсыз, яғни инструкциясынсыз бұл сайтты, яғни бұл инструментті, бұл библиотеканы қолдана алмаймыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, V4-5 деген сөздір. Бұл бізде version деген сөзді мағынаны, яғни версиясын білдіреді. Бұл жерде біздер қарайтын болсақ, бізде соңғы версиясы 4-5, оған дейін 3-4 және де 2-3. Одан өзге барлық версияларын көрсеңіздер болады. Бұл версиялардан қандай айырмашылығы бар? 2 және де 3 версияларынан толық ауқымы, яғни 2-1, 2-3, 2-2 деген секілді барлық Bootstrap жүйелерінің версиясында main блок жүйесі қолданылған, яғни 4-5-те, 4-ші жалпы 4-ші версияда бізде гридтік жүйе, яғни Flexbox жүйесі қолданылатын болса, ал алдыңғы версияларында main блок жүйесі қолданылған. Сондықтан барынша әрбір нәрсені жаңаландырған сайын жақсарақ демекші жаңа версиясын пайдаланғанымыз дұрыс. Мына жерде официальный версиясын ашатын болсақ, официальный сайт ашатын болсақ, бізде get start және download деген екі сөз бар. Бұл жерде download арқылы өзімізге қажетті файлды SDN көмегінсіз, интернеттің көмегінсіз скачать етіп алып, содан кейін өзіміздің файлымызға прикреплять етіп, оны қолдана аламыз кез келген уақытта. Немесе SDN арқылы оны жай қоса тұру арқылы интернеттен көмегімен ала аламыз. Одан өзге мына жерде get start деген бар. Бұл дәл documentation нәрсесімен бірде жұмыс жасайды, екеуі де документацияны айқындайды. Ендеше бірінші документациямен танысайық және өзімізге қажет нәрселерді орындаймыз. Бұл жерде бізде жалпы Bootstrap дегеніміз не деген сұрақтарға жауап береміз, және де Bootstrap'тың айта кетерлігі тек қана CSS файлдар үшін ғана емес, сондай JS файлдар үшін де қолданылады. Мысалы, слайдер жасаған кезде, немесе слайд-шоулар жасаған кезде осындай мақсатта бізде осындай конструкция өте көп кездеседі. Интернетте де жалпы көп сайттарда осындай нәрсе көп кездеседі. Сондықтан программистер оны қайта-қайта жазып, құрылымына уақыт жұмсағанша осындай библиотеканың ішіне осы кодты салу арқылы біздер оны қолданып, өзімізге тез арада слайд жасай аламыз. Мына жерде бізде
базовый біздің HTML парақшамыздың құрылымы тұр. Мен алдын ала бір папка ашқан болатын, проект 2 деген, және оған index.html парақшасын жазып қойғам. Оның ішіне пустой, еш нәрсе жоқ, неке салдым. Енді сіздерге осы жердегі құрылымдарды айтып кетейін. Бұл жерде doctype.html деген өзіміздің HTML парақшамыз екендігін, документацияның декларациясын кешірім сұрайын, белгілеп тұр. HTML language деген бұл біздің тіліміз, ағылшынша жазып жатырмыз деген. Meta-charset UTF тілімен кодировка жүріп жатыр, және name дегені ерте адаптация өткен кезде, алда уақытта адаптация тақырыбын өтеміз. Яғни адаптация деген не? Кез келген сайтымыздың планшетте да, телефонда да, телевизорда да, және ноутбукта да, компьютерда да барлық бірдей көрініс табуы, ешқандай жерде ауысым болмауы стилистикалық. Неке бізде CSS Bootstrap'ты қосып тұр линк арқылы. Бұл SDN сервер арқылы жасалып тұрған дүние, яғни интернеттің көмегімен жасалып тұр. Одан өзге біздер құйып та алып, оны қоса аламыз. Ол жағын сіздерге көрсетемін. Тайтылым мен Bootstrap'қа ауыстырайын. Hello World деп тұрғаны ұнамайды маған. Неке жаздым. Енді біздің H1 документіміз керек емес бізге. Мына жерде скриптік қосымшалар жазылған. Біздің файлымызға қажет. Енді келесі кезекте бізде даунлоудты басатын болсақ, біздің 3 жол, қалай Bootstrap'ты сайтымызға қоса аламыз деген 3 жол бар. Бұл жерде 2 жол даунлоуд арқылы, 1 жол SDN арқылы. SDN арқылы жасалған жолды біздің сайтымызға уже кодировка арқылы мінеке мына жол және де мына жол арқылы белгілеп қойдым. Енді даунлоуд қалай жұмыс жасайды, соны көрсетейік. Download деген бізде осындай 2 compiled CSS and JS деген бар. Бұл жерде конфигурациясының барлығы қамтылған, оптимизацияға ұшыраған дайын CSS және де JS файлдары болып саналады. Егер де жұмыс барысында сіздерге кейбір қосымшалар, кейбір фишкалар керек емес, немесе кейбір заттар мүлдем сіздің сайтыңызда қолданбайтын болса, осы source files'ты download source арқылы өзіңізге қажет файлды ғана скачать етіп алуыңызға болады. Бұл оптимизацияға ұшырамаған, бұл оптимизацияға ұшыраған. Екеуін де download жасап, құйып өзіңіздің сайтыңызға құя аласыз. Одан бөлек Bootstrap SDN бар, ол арқылы да істей аласыз. npm'дар сіздерге әзірге керек емес. Бұл жерде контент ары қарайда түсіп қажеті жоқ. Бұл жерде жалпы танысып алсаңыздар болады, қай жерде не қолданылатыны. Келесі кезекте бізде layout деген бар. Layout'тың ішінде гридтік жүйенің қолданылатындығы, жалпы контейнерлардың размерлері қандай болады деген секілді мағынада жүзеге асады. Мінеке гридтік жүйенің нәрсесі, ережелері, бұны қазір мен сіздерге бөлек тақырыпта түсіндірем. Reboot, контенттің ішінде reboot деген бар. Reboot дегеніміз, мен сіздерге естеріңізде болса, Normalize CSS-ті өткен кезде Bootstrap өзінің ішіне Normalize CSS-ті қамтиды. Оған бөлек Normalize CSS жазып керек емес деген болады. Мінеке осы ребуттық жүйе болып саналады. Бұл барлық файлдар үшін осы Normalize CSS, яғни әрбір браузерде бірдей көрініс табу мүмкіндігін сыйлайды. Одан өзге типография деген бар. Типографияда өзіміздің блоктық нәрселеріміз қалай жүзеге асатындығы, қалай барлығы көрініс табатындығы көрсетілген. Ендігі кезекте компонентстің ішіне өзімізге қажетті нәрселер барлығы ұйымдастырылған. Мінеке, егер де бізге осында алерт шығару керек болатын болса, алерт дегеніміз біздің ескертпе. Егер сайтқа кіретін болсақ, мысалы, сіздің бұл сайтыңыз не безопасны, немесе безопасны деген секілді кішкентай хат шығып 5 секундтан кейін жойылып кетуі мүмкін. Сол нәрсені алерт деп жасайды. Сондай алерттерді өзіміздің сайтымызға қоюымызға болады. Ол үшін жай ғана мына жердегі мына кодты копировать етіп қоямыз да, мінеке, өзімізге қажетті түсті таңдап алып, соның көк түсін аса бірінші осы div классын қолданатын боламыз. Одан өзге тек қана алерттар емес, бізде дропдаун, формалардың қандай түрлері бар. Мінеке, барлығы CSS файлының көмегінсіз жазылған. Осы класстардың атауын жазу арқылы біздер өзіміздің сайтымызға қажетті құрылымды бере аламыз. Мысалы, карточка керек болатын болса, осындай карточкалық жүйені қолдана аламыз.
Енді көп сөйлемей ақ қояйын, сіздерге бірден сайт жасайық, бір кішкентай сайт өзімізге қажетті. Әрбір сайтта мынандай навигациялық бар болады. Бұл навигациялық барда меню деген секілді не нәрсе бар, жалпы сол қамтылады. Соны көрсету үшін мына жерде мінекей осындай конструкция жасалған. Осы конструкцияны жай ғана копировать ете салайын. Және ішінде қандай мағына білдіретіндігін сөздерін мен сіздерге талқылап беретін боламын. Ой. Окей. Енді бадидің астына қоя салам. Мінекей. Өзіме қажетті нәрсені жаздым. Енді навбардың орнына мына жерде лого деп жаза салайық. Себебі бұл жерде көбіне логотип тұрады. Мына жерде Go Live батырмасы шықпай тұр, сол үшін мен жауып қайтып ашып көрейін. Сол кезде кету керек. Біздің бұл қатеміз. Окей. Қазір Go Live қосылды. Go Live батырмасы шықты. Мінекей маған қажетті батырмалар осылай жүзеге асып тұр. Мына жерде search белгісі, яғни іздей алу мүмкіндігіміз бар. Search басқан кезде мына жерде кнопкамыз бар, үстін басқанда жасылға айналады. Жалпы ашық түстерді қамтыған осындай. Мына жерде егерде біздер JavaScript-тік бағанағы Bootstrap-ті қоспаған кезде мынандай нәрсе жасамайтын еді. Бұл drop-down list деп аталынады. Бұл өз кезегінде бір менюдің ішіне кішкентай менюларды салуға мүмкіндік береді. Енді сіздерге кодировкасымен таныстырып өтейік. Біріншісі, бұл жерде nav-класс шақырылған, яғни nav-бар. Бұл жерде именно мен навигациялық барды шақырып жатырмын деген мағынаны білдіреді. Келесі кезекте nav-бар expand LG деген, бұл бізде nav-барымыз біздің толық 100% экранымыздың бас қалпын алып тұр деген мағынаны білдіреді. Яғни мына жерде 100%-ке алып тұр деген мағынаны білдіреді. Келесі кезекте бізде nav-бар light деген, бұл схемалық түстік схемасы, яғни ашық түстерді қамтыған ба, әлде қою түстерді қамтыған, мүмкін салқын түстерді қамтыған шығар. Сол схематиканы білдіреді. Келесі BG light деген, background light деген мағынаны білдіреді. Яғни менің менюмнің түсі ақ түсті, ашықтау түсті қамтиды деген мағынаны білдіріп тұр. Енді келесі кезекте бұл жерде A класс nav-бар бренд деген, бұл жерде бізде image қойып логоны жасаңызда да болады, немесе осылай сөзбен де қоя салсаңыз да болады. Негізі көп жағдайда бұл жерде лого жасалынады. Келесі кезекте button деген, бұл нәрсе не үшін керек деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл жерде icon бар еще. Біз адаптивностьті өтеміз ерте. Адаптивность болған кезде мінекей телефон басқан кезде мінекей осындай бөлек айкон көріну үшін мінекей төртбұрышты айкон шықты. До этого біздің страницамызда болмады. Одан адаптивностьқа өшкен кезде, яғни телефон сайзын басқан кезде осындай нәтижеге жетті. Осы үшін қажет мына button. Келесі кезекте бізде ол лист ретінде жазалынған. Естеріңізде болса, біз меню жасайтын кезде листтік түрде ол лист арқылы жасайтын едік. Сол арқылы жасалған. Әрбір біздің жеке осындай батырмаларымыз біздің айтымдар болып саналады. Окей. Және де оның әрқайсының линкі бар, яғни үстін басқан кезде ол белгілі бір жерге апарады деген мағынада. Әзірге ол еш нәрсеге тең емес, бірақ алдағы уақытта біздер hrefтің ішіне жазу арқылы өзіміздің қалаған сайтымызға апаруымызға болады. Мына жерде span деген элементтерді мен сіздерге өшірмеуге кеңес беремін. Себебі бұндай нәрселер мүмкіндігі шектеулі жандардың біздің сайтымызды қарай алу мүмкіндігіне әкеледі. Әрбір адамға қолайлы болу үшін осындай Bootstrap жүйесінде конфигурациялар жасалынған. Келесі кезекте бізде home, link және де drop-down деген бар. Және де айта кетерлігі, мына жерде nav item, актив деген сөзді көріп тұрған шығарсыздар. Актив деген не деген мағынаны білдіреді деулеріңіз мүмкін. Мысалы, қазір қарап отырсақ, мына home басқаларға қарағанда қою түспен белгіленген, сол актив деген мағынаны білдіреді. Окей.
келесі кезекте біздің actions drop down листіміз қалай жұмыс жасайтындығы көрсетілген. Және де disabled линкі бар. Disabled деген, яғни ешқандай әрекет жасай алмайтын нәрсе, яғни үстіне барсақ курсор ауыспайды, өзгелерге апарсақ курсор ауысып тұр, мынада курсор ауыспайды. Және де бұны баса да алмаймыз, және өзгерте де алмаймыз. Сондықтан бұл disabled қосымшасы деп аталынып тұр. Мінекей. Енді келесі кезекте бізде форма бар, оның ішінде өзімізге қажетті search нәрсесі бар, яғни іздей алу мүмкіндігі, және де button бар. Buttonның ішінде button деп біздер button деп өзімізге қажетті кнопканы шақырып тұрмыз, және де outline success, яғни бұл сыртқы түсі жасыл түсті білдіретін buttonды қойып жатырмыз деген мағынаны білдіреді. Қазір мен оның түсін өзгертейін. Ол үшін өзімізге қажетті документациясынан қажетті нәрселерді, қажетті конфигурацияларды іздей аламыз. Мысалы, бір нәрсе түсініксіз болса, копировать етіп, біздің сайтымызға қоя аламыз, және оған ол берген қажетті аумақтарды оқи аламыз, ақпараттарды. Мысалы, мен light болған қаласам, мына жердегі класс button light деген немесе жаңа light сөзін копировать ете салайын. Қалған жерлерінің барлығы бірдей, яғни іштері ақ, ал жалпы өздері сырттары қоршалған белгілі бір немен. Мысалы, primary болса, мынандай баттындар керек болса, басқа баттындарды сәйша қолдана аламыз. Өзіміздің сайтыма қойын. Мінекей, енді сайтты тексеріп көрейік. Мінекей, light мына жерде жанып тұр. Бұл мен менюмнан көрініс таппақ. Қатты көрінбегені үшін мен менюмді қою түске айналдырайын. Бұл үшін мен менюмнан түсін. Мінекей, мына жерден өзгерткен болады. Навбар light емес. Енді қандай түрлері бар екен, менюларды көрейік тағы. Тағы да дұрыстап іздейік. Компоненттің ішінен мінекей. Мысалы, маған мына search бар ұнап тұр, сол үшін мен навбар dark деп және осы жерді копировать етіп, мына жерден өзгерте салайын. Неге өзіме ұнайтын әдемі түске айналды. Барлығы қарапайым, барлығы оңай. Одан өзге, мен сіздерге тағы да айта кетейін, компоненттерден өзге бізде utilities деген нәрсе бар. Бұл жерде мына суреттерді қалай жасауға болады, осындай мысалы сурет қойып, оған осындай класс rounded дегенді беру арқылы мінекей осындай рамкаларды жасап шығаруымызға болады. Енді келесі кезекте мен сайтыма компонентке карточкалар жүйе берейін. Мысалы, менің сайтымда мына жерінде карточкалар болу керек. Флекстік жүйеме реттелген, осындай карточкалар ішінде суреттері болсын. Ол үшін ең бірінші мен Pixels сайтына кіріп, өзіме қажетті суретті скачать ете салайын. Мысалы, мына сурет. Мына видео екен. Мына сурет тек. Кез келген сурет. Так, проект екінің ішіне скачать етейін. Неге? Ашылды. Енді осыған байланысты карточка құрайын. Ол үшін мен карт дегенді ашамын. Неге? Мына жүйе арқылы жасайтындығын еске алам. Және де сіздерге тағы да бір айта кетерлігі, жаңа мен сіздерге лайаутты ашқан кезде ескерткен болатынмын. Гридтік жүйе бар деп. Осы гридтік Flexbox жүйесімен жұмыс жасайды. Ол үшін міндетті түрде осы ережені сақтауымыз қажет. Ең бірінші бізде контейнер дивінің ішінде орналасу керек біздің. Осындай Flexbox жүйесімен реттеуіміз келіп жатқан заттар.
және де міндетті түрде row деген класс болу керек, оның ішінде column ішіне өзімізге қажетті нәрселерді енгізе аламыз. Мінекей осы. Егер де біздерде сұрақ болуымыз мүмкін. Контейнер деген мінекей осындай секілді рамкада мына жерлері пустой тұратын, ортаға ғана шоғырланады. Ал маған бүкіл экранды алатын нәрсе керек десеңіздер, контейнер fluid деп жасайсыздар. Қазір мен сіздерге барлығын код арқылы түсіндіре салайын. Navbarдан шығамыз, контейнер деген дивті құрамыз. Бұл біздің бірінші ережеміз Flexbox жүйесін құру үшін. Екінші ережеміз row атты div құрамыз. Міндетті түрде мен оны санын 2-ге тең қылып жатырмын. Себебі маған 2 1 және де 2 строк керек. Енді осының ішіне әр қайсына міндетті түрде column болуы керек. Бұл біздің ереже болып саналады. Және де осының ішіне мен жаңағы карточкалық жүйедегі кодты саламын. Мінекей, оны копировать етіп ставить етем. Мінекей. Менің бір колумным аяқталды. Енді row-дың ішіне тағы да бір колумндар жасау үшін менде 3 колумн болсын. 3 баған болсын. 3 бағанда 3 сурет және де 2 жол болсын. Менің div классым жабылды. Тағы да бір колумнан қазір. Тағы бір div классын жабуды ұмытып кетіппіз. Окей, жабылды. Және жабылды. Енді біздің колумн мына жерде жабылмай қалған. Соны жаба салайын. Окей. Менің колумным, бірінші колумн жабылды. Екінші колумн жабылды. Және де үшінші колумн жабылды. Және де жалпы row жабылды. Енді өз кезегінде келесі кезекте тағы да сол row-ды жазып отпас үшін мен жай ғана копировать етіп ставить ете салам. Окей. Екінші row осылайша дүниеге келді. Енді сайттан тексеріп көрейік. Мінекей. Осындай 6 карточка келді. Бұның барлығын қазір ортаға дұрыстаймыз. Және де мына жерде суреттерін салып кетейік. Сәл астыға түсірейік. Енді мына жерге өзгертуге тиіс бірдей жерлер бірдей белгілеп жатырмын. Кетіріп тастап, өзіме қажетті осы нәрсенің мына жерде өзіме қажетті суретті салдым. Мына жерде басым байқапты. Мінекей. Енді мінекей. Осылайша біздің қажетті колумндарымыз дүниеге келді. Бұның барлығы мен сіздерге қандай жүйемен жұмыс жасайтындығын көрсететін боламын. Сіздерге қазір міндетті түрде жаңағы 5 ережені сақтау керек. Міндетті түрде контейнер болу керек. Міндетті түрде row болу керек. Міндетті түрде column болу керек. Содан кейін өзімізге қажет нәрсені саламыз. Одан өзге 4-ші ереже бұл біздің осы құрылымдарды біздер модифицировать ете аламыз. Яғни ортаға келтіре аламыз, жан-жағына реттей аламыз, маржиндарын бере аламыз. 5-ші ереже осы 4 ережені міндетті түрде сақтау қажет. Мінекей. Енді мен сіздерге Avocode қосымшасындағы алдындағы проект арқылы
бұл қалай жұмыс жасайтыны, гридтік жүйенің қалай жұмыс жасайтындығын түсіндіріп жіберейін. Негізі алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса мен сіздерге айтқан болатынмын бұл нәрсе туралы, бірақ сонда да тағы да естеріңізге түсіріп кетейін. Гридтік жүйе дегеніміз бұл 12 колумнды құрайтын жүйе болып саналады. Қазір көрсетемін. Мысалы, біздің бүкіл сайтымыз белгілі бір осы контейнер арқылы екі жағынан шектеледі. Сол контейнердің өзі 12 бөлікке бөлінген. Осы 12 бөлікке біздер нақты фиксация беру арқылы өзіміздің проектімізге, мысалы, мына жерде columns without дегеннің үстінде көзді алып тастайтын болсақ, қазір көрсетемін. Мынау біздің контейнерлік жүйе, міне жасылмен жанып тұрған. Қиылып алсын. Достар, жаңа интернетім әлсіз болғандықтан сіздерге көрінбей қалды. Мінекей мына жерде көріну аймағын басқаннан кейін біздің осындай гридтік жүйе ашылынады. Мынау біздің контейнеріміздің аймағын алатын 12 түрлі баған болып саналады. Яғни мына жерде санасаңыздар 12 бірдей баған бар. Осы кез келген элементті осы контейнердің ішіндегі осы 12 бағанға сай біздер позициясын беруімізге болады. Мысалы, менің баттоным записаться на интенсив деген баттон менде 5-ден 7-ші колумндардың арасында орналасқан деп қойсақ болады. Мысалы, мына жерде гридтік жүйеде Flexbox жүйесі арқылы 3 элементті осылай 4 бағанды алып тұр, мынау 4 баған және де мынау 4 бағанды алып тұр деп осылайша анықтап берсек болады. Осындай жүйені 12 бөлікке бөліп, сол арқылы орналастыруды гридтік жүйе деп атайды. Енді мен қарап алайын. Layout'ты ашып, гридтік жүйені қарап, қалай жасайтындығын көріп отырмын. Мына жерде біздер column деп беріп кеткен едік. Соны Bootstrap оқи алмай жатыр, сол үшін col деп өзгерте салайық. Мінекей. Енді біздің сайтымыздан қараймыз. Мінекей, осылайша олардың бір-бірлерінен осылайша орналасқандығын байқап тұрмыз. Бұл флекстік жүйесі бойынша реттеліп тұр деп ойлауымыз мүмкін. Өз кезегінде олар элементтерді осы контейнер жүйесінде мына жақ жаны кірмейтін контейнер жүйесінде осы аймақты алатын бірдей 3 аймаққа бөліп тұр. Мінекей. Біз бұл жердегі текстік қосымшаларды мен өзгертпеймін, себебі бұл бізде черновик сайт болғандықтан, оның арқасына уақыт жұмсағым келіп тұрған жоқ. Енді сіздерге көрсетейін дегенім, соны біздер өзгерте аламыз. Мысалы, қараңыздар. Біздер колумн бізде жалпы 12 болып саналады. Соның бірінші элемент бізде 5 колумнды алатындай орындалсын. Келесі 4. Енді 5-ке 4-ті қосамыз 9. Енді 12-ден алып тастағанда сәйкесінше 3 колумн қалады. Енді соның қалай орналасқанын көрейік. Мінекей. Мынау бізде 5 колумн. Егер developer tool'ды ашатын болсақ, мына жерде міне column 5 Flexbox жүйесімен жүзеге асып тұр деген мағынаны білдіреді, және де 5 колумнның, яғни 5 бағанның орын алып тұр. Ал бұл бізде 4 бағаны орын алып тұр. Ал бұл бізде 3 бағаны орын алып тұр. Сондықтан осылай құрылым жасалынады. Сондықтан бұның барлығы өз кезегінде барлығына бірдей колумн 4 арқылы орналасу үшін, яғни 12-ні 3-ке бөлсек, бірдей аумаққа болу үшін колумн 4-тен келеді. Мінекей. Жаңа сіздерге developer tool'да Flexbox жүйесінің көрініс тапқандығын көрсеткен болатын. Мінекей, барлығы осылайша жүзеге асады. Енді келесі кезекте біздерге оны жоғарыдан margin тобын беру керек, және де мына жерлерде тор жасамай. Сол үшін margin топ деген бізде
осы гридтік жүйеде MT деп, Bootstrap жүйесінде MT деп жазылынады. Оны көрсету үшін іздеп көрейік. Мысалы, мынау margin деген мағынаны білдіреді, мынау топ деген мағынаны білдіреді. Қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей. Бұл жерде мінекей M деген бізде marginді білдіреді. Егер де біздерге margin bottom керек болатын болса, MB деп жазамыз. ML болатын болса margin left деген сөз. Сондай-ақ paddingтер де бар. Мінекей 0 дейтін болса, бізде бұл 0 пиксельді. 1 дейтін болса, бұл өз кезегінде осы пиксельді. 5 болатын болса, бұл 50 пиксельді алып тұр. Мысалы, мен өзімнің осындай құрастырылымына margin'ды 5 деп берем. Бұл 50 пиксель деген сөзді береді. Копировать етіп, бәріне қойып шығайық. Мінекей. Енді байқасаңыздар, үстіңгі жағынан және астыңғы жағынан бірде 50 пиксель жер бар екендігін байқап отырмыз. Мінекей осылайша жүзеге асады. Және де айта кетерлігі, бұндай Flexbox жүйесімен жасалған дүниелер адаптивті болып саналады. Яғни кез келген нәрсе үшін бірдей көрініс табады. Мысалы, мына жерде developer tool'да осылай жүзеге асыратын болсақ, мысалы планшетте қазір бұның барлығын реттейтін боламыз. Сирек көрсетеміз. Бұл себебі қараңыздар. Белгілі бір аумақта ол өзінен колум 4 алып тұр. Яғни 4 құрылымды алатын, осындай 4 колумды алатын осындай құрылымға ие болып тұр. Егер де мен мына жерде колум деп жазбайтын болсам, мысалы қараңыздар, жай ғана колумның санын бермей, колум деп автоматты түрде өзі системаның өзіне бөлдіп беретін болсам, қазір қайтып ашайық. Екеуінің айырмасы жоқ, мысалы. Мысалы, iPhone X-та қалай көрініс табатындығы барлығы көрілген. Окей. Бұның барлығын сіздерге адаптивность тақырыбын өткен кезде тағы да айтатын боламын. Сондықтан еш алаңдамаңыздар. Мына жерлерді кетіріп тастайық. Мінекей. Колум. Мінекей дұрыстап берілді. Енді тексеріп көрейік. Мінекей, егер де біздің аумағымыз осындай жерді қамтыса, адаптивті түрде бұл қалай жүзеге асатындығын қазір тағы да көрсетейін. Мынау міне үлкен аумақтарда қалай көрініс табатындығы, кішірейген сайын қалай көрініс тауып жатырғандығын көріп тұрсыздар. Бұның барлығы адаптивті сабақты өткен кезде үйренетін боламыз. Келесі кезекте біздер енді тездетейік. Келесі слайдер жасайық. Div классымыздың, контейнер классымыздың ішіне белгілі бір суреттерден құралған слайдер жасайық. Оны жасау үшін мен компоненттің ішінен карусельді аламын. Карусель деген слайд-шоу деп аталынады. Мысалы, бір слайдтан кейін екінші слайдты көрсету мүмкін. Осыны жасайық, көрсетейін сіздерге. Окей. Енді
суреттің барлығына бір суретті бере салайық. Бір точка. Неге? Сайтымыздан көрсек. Неге астында. Слайд-шоу осылайша жүзеге асып тұр. Бұл жерде бірнеше сурет қойсақ, одан да әсерлі жүзеге асады. Контейнердің ішінде осылай құрап тұр. Енді сіздерге осы жердегі кодтарды түсіндіріп кетейін. Бұл жерде бізде карусель екендігі және де әрқайсысына бөлек осындай активация құрылған, осындай дивтер бар. Әрбір слайд үшін жаңа div класс құрылған. Және де бұл жалпы ішкі inner карусель, яғни ішкі жағы болып саналады. Енді оның екі бағаны үшін, қазір көрсетейін сіздерге. Мына жері үшін бөлек мына жерде көрсетілген. Неге? Бізде icon бар, next icon және де pref icon, яғни алдыға, артқа өту үшін. Басқа спан элементтері бұл жазулар үшін және де мына жердегілер, бұлар мүмкіндігі шектеулі жандардың да біздің сайтты қарап бақылай алу мүмкіндігін береді. Неге? Егер де анықтап бақылайтын болсаңыздар, мына жерде image'дің ішінде the block деген сөз бар. Бұл the block дегеніміз біздің display block деген мағынаны білдіреді. Егер де естеріңізде болса, image бізде inline элемент болып табылады, сондықтан оның өзін блоктық нәрсеге ауыстыру керек. Сондықтан осы display блокты қолданады. Және де одан өзге W100 дегеніміз бұл width 100%, яғни 100% біздің суретіміз көрінуі керек деген мағынаны білдіреді. Осындай конфигурациялар арқылы ешқандай CSS файлдың көмегінсіз тез уақыт аралығында бір 20-25 минуттың аралығында осындай сайтты дүниеге әкелдік. Бұны тағы да маржин бере салайық. Margin top 5. Мінекей, ортасында 50 пиксель жерді қамтитын жерден жүзеге асты. Енді сіздерге тағы да бір айта кетерлік тұс бар. Бұл download арқылы жасаған кездегі нәрсе. Яғни, егер де сіздер оны сайттан қиып алсаңыздар, Bootstrap'ты мен мысалы қиып алдым. Мына жерде бірнеше файлдар ашылып тұр. Бұл жерде CSS үшін арнайы бар, және JS үшін бар. Сіздерге айта кетерлігі, бұның барлығын егер файлыңызға осылаймен қойсаңыз, бұл өте үлкен память алады. Мысалы, қарап көрейік, память қанша екенін. Бұл 2 мегабайт алады. Егер де бұның ішінен бізге өзімізге қажеті бұл grid min CSS саналады. Осыны ғана қиып алсақ, өзіміздің нәрсеміз үшін бұл 53 килобайтты алады. Яғни жеңілірек болады. Бұл неге именно тек осы ғана керек деп ойласаңыздар, қалғандар да керек, но normalization, басқалары map файлдары бұл карта стилі деп аталынады. Сол үшін қажет. Егер де неге Bootstrap жүйесін тек осы grid min CSS дегенді алады, себебі көп жағдайда Bootstrap'тан біздер барлық бірдей стильді қосымшаларды ала бермейміз. Мысалы, біздер тез арада margin top өзгертуді, немесе тез арада гридтік жүйеге салуды алуымыз мүмкін, бірақ біздер осындай конфигурация баттындар кейбір алуымыз мүмкін, бірақ навигациялық менюларды көп жағдайда өздеріміз жасаймыз. Сондықтан әйтпесе барлығын Bootstrap арқылы жасайтын болсақ, бұл дүние жүзінде бүкіл сайттар бірдей қалыпта, бірдей түсте, бірдей стильді қосымшада болатын еді. Сондықтан кейбір жағдайда біздер комбинация жасап, өзімізге қажетті CSS стильдік әдеміліктерді стильдік CSS-та, ал осындай grid жүйесін қолдану және де позишндарын беру, flexbox жүйесін осы grid min CSS арқылы жасауымызға болады. Сондықтан көп жағдайда Bootstrap grid min CSS қолданылады осы бүкіл файлдардың ішінде.
жалғыз қолданылады. Неке бүгінге айтатын тақырыбымыз осы. Мен сіздерге толық талқыладым деп ойлаймын Bootstrap жүйесін. Келесі кезекте тағы да практика сабағын өткіземін деп ойлаймын. Келесі видеода сол практика жасап қарап көретін боламыз. Құрса болыңыздар, Тандас Тедимен бірге болыңыздар.